Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен KFC тауық қанаттарының рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен тауық қанаттарын жуып, ұштарын кесіп алып тастаймыз, екіге бөлеміз. Барлығын осылай дайындап шығамыз. Енді маринаттаймыз. Ол үшін ыдысымызға паприка, тұз, дәмдеуіштер, қара бұрыш салып, үстіне салқын су құйып, тауық қанаттарын салып, үстіне чеснок салып, араластырып, 2 сағатқа қойып қоямыз. Енді панировкасына ұн салып, үстіне қызыл бұрыш, тұз, паприка, дәмдеуіштер қосып араластырып аламыз да 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші ұнымыздың үстіне 1 жұмыртқа салып, салқын су құйып, әбден араластырамыз. Сосын үстіне тауық қанаттарын салып қоямыз. Екінші ұнымызға тауық қанаттарын аунатып аламыз да, қызып тұрған майымызға қызарғанша пісіріп аламыз. Міне KFC'міз дайын, өте дәмді, әрі қытырлақ болып шықты. Жасалу жолы өте оңай, әрі жылдам. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.